Баршаңызға сәлем, сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Бүгінгі тақырып артрит жайында, яғни белгілері, себебі, диагностикасы және нәтижелі толық емі жайында айтатын боламын. Жалпы артрит қарапайым тілде буындардың қабынуын білдіреді. Ал қабыну ауырсынумен, ісінумен және қызарумен сипатталады. Егер де бір ғана буын қабынатын болса, онда моноартрит деп аталады. Ал егер бірнеше буын қабынатын болса, ол полиартрит деп аталады. Жалпы мына факторлар артриттің пайда болу ықтималдылығын арттырады. Бірінші фактор ол жасы, яғни жасы ұлғайған сайын артрит қаупі артады. Екіншісі өмір салты, яғни темекі шегу және жаттығудың болмауы артрит қаупін арттырады. Келесі фактор ол жынысы, яғни артриттің көптеген түрлері әйел адамдарда жиі кездеседі. Сонымен қатар артық салмақ та буындарға қосымша күш түсіреді, ал бұл жағдай артритке алып келеді. Артриттің дамуына алып келетін бірнеше себептер бар. Оларға жарақат салдары, буындарға күш түсіретін спортпен айналыссаңыз, түрлі аллергиялар, кейбір аутоиммундық аурулар мен вирустық инфекциялар және стресстік жағдайлар жатады. Сонымен қатар бұл ауру тұқым қуалаушылық сипатқа ие. Клиникалық белгілеріне келетін болсақ, буындарда ауырсыну сезімі, зақымдалған аймақтың қызаруы, ісінуі және буындардың деформациясы, яғни буынның пішінінің өзгеруі, жалпы әлсіздік сияқты клиникалық белгілермен жүреді. Артриттің ең көп таралған түрлеріне мыналар жатады: остеоартрит, анкилозды спондилит, яғни омыртқаның артриті, подагра, яғни буындарда несеп қышқылының қатты кристалдарының пайда болуына әкелетін ауру. Келесі кезекте ревматоидты артрит, яғни иммундық жүйенің бұзылуынан буындарда синовиалды мембранаға шабуыл жасайтын аутоиммунды ауру. Бұл жерде аутоиммунды дегеніміз бұл біздің қалыпты иммунитет өзінің буындарына шабуыл жасап, зақымдайтын тоқтаусыз ауру процесін айтады. Келесі кезекте инфекциялық артрит, яғни тұмау, сүзек, баспа, туберкулез, сифилис, вирустық гепатит және басқа да аурулардың буынға әсер етуінен дамиды. Келесі кезекте псориаздық артрит, яғни псориазбен ауыратын адамдарда дамитын бірлескен қабыну. Аллергиялық артритте жиі кездеседі, адам ағзасының өзге аллергендерге деген сезімталдылығының жоғарылауынан болатын буын ауруын айтады. Сонымен қатар травмалық артритте жиі кездеседі, яғни түрлі жарақаттар мен денеге түскен ауыр салмақтан болатын буын ауруы. Еміне келетін болсақ, артрит кезінде кешенді ем жүргізіледі. Бұл кезде стероидты емес, қабынуға қарсы дәрілер тағайындалады. Аурудың ауыр ағымында буын ішіне кортикостероидтарды енгізеді. Кешенді ем құрамына дәрі-дәрмектерден басқа бүкіл емдеу процесінің тиімділігін арттыратын және маңызды орын алатын физиотерапиялық ем жатады. Физиотерапиялық ем буындардың бүгілгіштігін сақтауға және аурудың әрі қарай дамуын тоқтатуға жәрдемдеседі. Және де қан айналымды жақсартуға, ауырсынуды басуға, ісікті қайтаруға бағытталған. Бұлшықеттерді босаңсытып, иммунитетті жоғарылатады. Артрит кезінде физиотерапияда электрмен емдеу, жылумен емдеу, механикалық әсерін тигізіп емдеу түрлері жүзеге асырылады. Электрлі токпен емдеу әдістеріне магнитотерапия, амплипульс терапия, диодинамотерапия, гальванизация, дәрілік электрофорез әдістері жатады. Ал жылумен емдеу әдістеріне азокерит, парафин, балшықпен емдеу әдістері жатады. Ал механикалық әсер тигізумен емдеуге ультрадыбыстық терапия мен вибротерапия жатады. Бұл физио-ем шаралар әрбір пациенттің ауруының дәрежесіне, жасына, физиологиялық ерекшелігіне сай дәрігер кеңесімен тағайындалады. Бұл ем шараларды барлық адамдар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша өз емханасынан тегін алуға мүмкіндіктері бар. Жалпы артрит кезінде дәрілерді, емдік гимнастиканы, массажды, физиопроцедураларды кешенді түрде қабылдаған кезде жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.